Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге кабачкидан пирог дайындайтын боламыз. Ең бірінші кабачкиімізді алып, оны теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізіп алғаннан кейін суын осылай видеода көрсетілгендей қылдыртып шығарамыз. Содан кейін суын бөлек алып аламыз. Ендігі кезекте 2 дана жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін дәміне қарай тұз сеуіп, тағы да жұмыртқаны араластырамыз. Ендігі кезекте 3 ас қасық ұнымызды қосып аламыз. Қосып алғаннан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Міне араластырып болдық. Ендігі кезекте укропымызды алып, оны кішіректеу қылдыртып тураймыз. Міне дайын болды. Енді укроптың жартысын кабачкиімізге қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне араластырып болдық. Енді кезекте 2 дана чесногымызды теркадан өткізіп, оған майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді қызып тұрған табаға кабачкиімізді блины сияқты пісіреміз. Міндетті түрде бетін жауып пісіреміз. Ендігі кезекте қиярымызды осылай кесіп алып, піскен кабачкиға майонезімізді жағып, үстіне қиярымызды қоямыз. Қиярымызды қойып алғаннан кейін майонезімізді қайтадан бетіне жағамыз. Майонезімізді жақ болғаннан кейін келесі кабачкиімізді үстіне қойып, тағы да барлығын қайталаймыз. Міне біз барлығын қойып болдық. Ең бетінде, ең үстіңгі қоржысына тағы да майонезімізді жағып, оған қалған жарты укропымызды себеміз. Міне дайын болды. Бұл кабачкиден жасалған пирог өте дәмді шықты, өте дәмді шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте жұмсақ кесіледі. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий алдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.